Саламатсыздар, қалай отырасыз? Алгебра сабағы. Бүгінгі сабақ тақырыбы квадрат теңдеулерді шешу. Квадрат теңдеулерді шешуде өткен сабақтарда қандай тәсіл қолдандыңдар? Формулалар арқылы шығардық және Виет теоремасын қолданып шығардық. Сабақ мақсаттары, біздің сабақтың мақсаттары бүгін қандай? Квадрат теңдеулерді шешу бірнеше тәсілмен, жеңіл тәсілмен шешуді үйренеміз. Сендерде кішкене қайталау өтеді. Бірінші сұрақ квадрат теңдеуі деп келесі түрде берілген теңдеу аталады. Қандай түрде? Квадрат теңдеу деп келесі түрде берілген теңдеу аталады. Бұл ax квадрат қосу bx қосу c тең 1. Да, жақсы. Екінші сұрақ. Квадрат теңдеудің бірінші коэффициенті қандай? А, екінші коэффициенті Б, босыншы С. Квадрат теңдеуі келтірген болады егер А тең бірге. Тең Б квадрат минус 4c. Дискриминанттың формуласы Б квадрат минус 4. Егер квадрат теңдеудің бір түбірі болса, түбірін есептеу формуласы минус Б бөлу 2А. Енді мына сұрақтарға жауап бересіңдер. Квадрат теңдеудің түбірі бар ма? Бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, түбірі болса, келесі сұрақтарға жауап беріңдер. Неше түбірі бар? Түбірлері рационал, әлде иррационал сандар бола ма? Дәптерді ашасыңдар. Дәптерде орындайсыңдар. Бірінші сұраққа жауап беріңдер. Квадрат теңдеудің түбірі бар ма? Осы сұраққа жауап беру үшін нені есептеу керек? Дискриминант есептейміз. Еске түсіреміз. Егер дискриминант артық нөлден болса, онда екі түбір бар, әрі қарай. Тең нөлге бір түбір болады. Бір түбір болады, және тең нөлге болса, түбірі болмайды. Тексереміз. Бірінші есеп ақырын оқы. 3х квадрат қосу 7х қосу 2 тең 0. Дискриминант тең b квадрат минус 4ac. Дискриминант тең 7 квадрат минус 4 кубиклі 3 кубиклі 2. 7 квадратта 49, 4 кубиклі 3 12, 12 кубиклі 2 24, 49 айтамыз 24 тең 25. Нөлден артық 2 түбір. 2 түбір бар. Дұрыс па? Сенде дискриминант? Жақсы. Екінші есеп. Мағжан оқы. 3 квадрат минус 7 қосу 2 тең 0. А тең 3, Б тең 7, С тең 2. Біз К формуламен шығарамыз. К қолданып, дискриминантты табамыз. К тең минус 4. Дискриминант тең К квадрат минус 4c. Жақсы. Дискриминант тең 16 азайту 3 көбейту 2 тең 10. Нөлден артық 2 түбір. 2 түбір болады, бірақ қандай түбір болады? Рационал ма, иррационал ма? Иррационал. Иррационал. Себебі? Түбір 10-ның түбірі бүтін сан емес. Жақсы. Үшінші есеп. 5х квадрат азайту 3х қосу 2 тең 0. Дискриминант тең b квадрат азайту 4ac. Дискриминант тең 3 квадрат минус 4 көбейту 5 көбейту 2 тең 9 азайту 40 тең 31 тең 0. Минус 31. Дискриминант тең 0-ден түбірі жоқ. Жақсы. Әрі есептердік шағындар ма? Есеп шағындар. Төртінші есептің жауабы қандай? Дискриминант таптыңдар неше? 35 артық 2 түбір. Соңғы есепте дискриминант минус 2 түбірсіз. Минус 2, сондықтан Түбірі жоқ. Ендігі тапсырма Виет теоремасын қолданып теңдеулерді шешу. Виет теоремасын қолдану ыңғайлы сендерге қандай теңдеулерде? Келтірілген теңдеулерде Виет теоремасын қолданып тез теңдеулерді шығарып болады. Бірінші есепті қараймыз. Тақтаға кім барады бірінші есеп? Бар?
V теоремасын еске аламыз, айт. V теоремасының формуласы x b x еді минус b. Минус b нешесін? Минус b ол Бірде жаз. бірде шықпасы. Да болады минус 9. Минус 9 жаз. X b көбейту x екі ол кемісі ол болады 20. Жақшанымыз да? Жүйе аламыз. Біріміз өйді. Ойланамыз. Енді ол Көбейтуден бастаймыз. Қандай сандарды көбейткенде 20, тура сол сандарды қосқанда минус 9. болады минус 10 көбейту. Жоқ. Минус 5 пен минус 4. Минус 5 пен минус 4 жаз. Екінші есепке. Кім бар? Бар ма? Минус 6 бөлінеді. Минус 6. Ойланамыз. Қандай сандарды көбейткенде минус 6? Қосқанда минус 7. Минус 6 болады. Қандай сандарды көбейткенде? Минус 6. 12 мен 5 60 болады. 12 мен 5 көбейткенде болады 60. Ал бізге керек минус 60. Ал қосқанда минус 7 шығу керек. Минус 12 12 көбейту көбейту 5. 5. Минус 12 мен 5. 5. Так, отырмын. Қайталау керек. Көбейту. Так, үшінші есеп. Ақыл сынау. Е теоремасын жазамыз. Ne болды? 17. 17 қосқанда көбейткенде 30. Ойламаңыз. Көбейткенде 30, қосқанда 17. Қандай саны? Қосқанда 17. 15 пен 2. 15 пен 2. Иә. 15 көбейту 2. Шыға ма 30? Иә. 15 көбейту 2 болады. 30. 15. Көбейту 2. 30 қосқанда 17. Жақсы. Так, бала, 2 тапсық есеп қалды. 2 есепті тез дәптерге жаза алмайсың. Өздерің. Екінші, мен son 5 қосу 50 жауаптар болады бақшан. X квадрат қос. Мен оқым. Жауаптар Болады 10 мен 5. 10 мен 5. Соңғы есеп Ақнұр. X1 тең 3, X2 тең 8. Қателігіне қарашы. Көрдім бе? 4 үшке. Так. Енді бала, сендерде V теоремасымен шығаруды кішкене қайталау керек. Енді сендерде А деңгейдің есептері бар, Б деңгейдің есептері, С деңгейдің есептері. Адан бастап ары қарай жалғастыруға болады, әлде кез келген деңгейден бастай береді. Өздерің таңдап, есептерді жеке бастайсыңдар.
Бала енді кім қандай деңгей шығарды? Айта алмайындаршы. Мен А деңгейі. А деңгей, С деңгей, В деңгей. Неше әртүрлі деңгей болса, былай тексере қоямыз ендеше. Дәптерлер қалқалап бір жағында. Айналып бір-бірін тексере қоямыз. Қандай ұсыныстар бар, қандай қателіктер бар, және қанша бал қойдық, айтыңдар. Ахмет бастап. Нұргүлде бірінші есепті бірінші формуламен істеді, екінші есепті екінші формуламен істеді. Екінші тапсырмада дискриминанттың формуласын жазып, бірақ жауабын жазуға үлгермеді. Сондықтан бір балл қойдым. Бір бал. Жақсы. Маржан, Ахметтің қандай ұсыныстары бар? Ахметтің есімде дискриминант формуласын дұрыс қолданды, сұраққа жауап берді. Бал неше? Бал 3 бал. Нұргүл? Маржан есімде барлығы дұрыс, ол дискриминант формула арқылы дұрыс жауап берді. Жақсы. 3 бал. Жақсы. Енді бала, сендерде ноутбуктарда программа бар. Теңдеулерді шешу, ашық тұр. Теңдеулер дайын тұр. Старты басып, есептерді шығаруды бастайсыңдар. Бағалау компьютерде болады. Дәптерде есептерді шығарып отырасыңдар, компьютерге жауабын ғана кіргізесіңдер. Бірінші есеп қате кетті Нұргүл. Ақнұр да қатеді. Ары қарай қайтадан бастаңдар. Қай жерде қателік бағыңдар? Бала, енді сабақ бойынша рефлексия өткіземіз. Сендерде 5 саусақ, не сабақтамаған ұнағаны, айтайын дегенім, қандай не айтқылар керек пікірлерін сендердің. Мен үшін сәтсіз болды, қиындық туғызды, және көңіл күйім қандай дегенді жазып қоясыңдар. Өздерінің қолдарын сызасыңдар, қолдарын қойыңдар, сыза қойыңдар. Беріліш көңіл күйім тамаша. Қиындық туған мәселе ол биік теоремасымен есеп шығару. Сәтсіздік жоқ. Айтайын дегенім, менің есептеу деңгейімді көтеру керек. Маған ұнағаны ол компьютермен жұмыс істеу. Балалар, сонымен сабақ өтті.